Шашу. 17 сәуірден бастап Норвегияда Пасха мерекесі басталды. Соған Берген қаласындағы жерлесіміз Жанар мен жолдасы Шетел біздің Ставангер жақтағы Прикистулын атты атақты тау шыңына көтерілуге келе жатырмыз деген хабарды ести салысымен біздер оларды осы мүмкіндікті пайдаланып Құдай қонақ ретінде қарсылаймыз деп шештік. Осыған дейін Жанар мен Шетел біздерді Берген қаласындағы үйлеріне қонаққа ораза айтына орай шақырған еді. Енді біздерде олар қай деңгейде біздерді қарсылады, біз де сол деңгейден қалыспай Құдай қонақ ретінде шақырамыз деп еш ойланбастан шештік. Бір көрген біліс, екі көрген таныс дегендей Жанарды біз апа ретінде сыйлап, ал жолдасы Шетелді еркелетіп жезде дейміз. Қазақтардың жаны жайдары, қолы жомарт дегенді Жанар тағы да өз ісімен дәлелдеді. Біздерге толтырып базарлық сыйлықтар алып келіпті. Жолдасы Шетелде бірнеше жылдардан бері осындай қазақи дәстүрді бойына сіңіргенге ұқсайды. Шетелдің де жаны жайдары, жүзі ашық, көңілі ақ. Жанардың қолынан мың өнер келетін қазақтың қызы. Ол маған міне мынандай тәтті торт пісіріп алып келіпті. Жанардың пысықтығын Алла тағала көпсінбесін, бірақ ол мен ерте келдім ғой, әкел не істеп тастайын деп, мен асып қойған бешбармақтың іңкәлін жазуға кірісті. Осы кезде тағы бір Альбина атты жерлесіміз жолдасы Дарынмен шақырған уақытында келді. Оларға сол үшін алғысымыз шексіз. Бешбармағымыздың сәнін келтірген әрине қазы болды. Бұл қазыны жолдасым осыдан бірнеше күн бұрын Қазақстанға сапармен барып ала келген еді. Шақырған қонақтарымыздың арасында керемет аспазшылар болғандықтан бізде өз бетімізше олардың алдында ұятқа қалмай барымызды салып ас дайындадық. Астан кейін қыздар болып шай дайындадық. Осы жолығы заманауи шайды Жанар шамаға тары қосып реттеді. Таразда тұратын бір Гаухар атты танысым сізде батыста шайды ұсыну, шайды реттеу церемониясы мүлдем басқаша деп айтушы еді. Міне бүгін соны дәлелдегендей сияқтымыз. Ал ендігі кезекте Альбина атты блогер жерлесіміздің сөзін тыңдайық. Міне пысық қыздар ет асып жатыр, міне іңкәл жазып жатыр. Мен не істеймін? Мен тек қарадым. Жанар, көп сөйлеме Жанар. Ысы. Әлия, көп сөзді қойды. Әлия, жұмыс жасадыр. Біздің қарнымыз ашты. Подписчиктарына ойлайтын шығар, мыналар боксидан шықпайды. Ет дайын болды. Тұзын құйып жатыр Жанар, керемет. Міне оралша біздер бешбармақтың бетіне міндетті түрде укроп саламыз ғой, оралша. Иә, керек. Кейбірде сәбіз саламыз ғой. Қазы болды. Оралдан келген қазы, өте дәмді, өте әдемі бешбармақ. Ал столға отырайын деп жатырмыз. Ертесіне біздерді Альбина мен Дарын алдын ала қонаққа шақырып қойды. Бұйырса, сол шаңырақта амандықта жүздесейік.